Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір бізге математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту және табиғатты қорғау, отанды сүю. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өрнектердің мәнін табу, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренеміз. Мына тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада Сырым мен Әлияның математикалық ойын құрастырғаны. Сіздерге осы өрнектерді шығара отырып, суреттердегі нені білдіретіндігі туралы тауып жазыңдар дейді. Бірінші өрнекті оқиық. 14 пен 2-нің бөліндісі. 14 пен 2-нің бөліндісі 7-ге тең. Ал 7 саны бар сурет, бұл суреттің мағынасы ағашты сындырма. Сонда 14 бөлу 2 тең 7, соның қасына ағашты сындырма деп жазып қоямыз. Міне өйстіп, қалған тапсырмаларды орындаймыз және қасына қандай мағынаны білдіріп тұрғандығы туралы жазып қоямыз. Біз балалар сол мезгілде барлығын оқимыз, оқығанда біздер табиғатты қалай қорғау керек екендігі туралы түсінік аламыз. Келесі тапсырма шапшаң шығар деп аталады. Бұл тапсырмада салыстырамыз, өрнектер мен өрнектерді салыстыру. Өрнектер бұнда санды өрнектер де бар, әріпті өрнектер де бар. Бірінші өрнекті оқиық. 65-тен азайтамыз, D қосу A қосу S-ның қосындысы. 65-ке қосамыз, D қосу A қосу S-ның қосындысын. Енді осы екі өрнекті салыстыру үшін қарайық. Біріншісінде 65-тен азайту отырса, ал екінші жағында 65-ке қосу тұр. Қалай деп ойлайсыздар балалар? Қайсысы көп? Дұрыс айтасыздар, 65-ті қосу көп болады. Міне осы есептерді әрі шығара отырып, біздер оқушылар қосу, көбейту, бөлу амалдарына мән беруіміз керекпіз. Екінші өрнекті оқиық. 20 мен D-дің көбейтіндісіне қос A-ны. 20 мен D-дің бөліндісіне қос A-ны. Бұл жерде біз ойлаймыз, қайсы дұрыс, қайсы көп? 20 мен D-дің көбейтіндісі. Өте жақсы оқушылар, сіздер бұл тапсырмаларды өздеріңіз қатесіз, әрі сауатты орындайды деп сенемін. Келесі тапсырма оқушылар, 4-ші тапсырма. Бұл тапсырмада өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібіне байланысты ережені еске түсіруіміз керекпіз. Сол ережелерді мықты білетін болсақ, біз бұл тапсырманы жақсы орындаймыз. Бірінші өрнекті оқиық. 4 пен 5-дің көбейтіндісіне қос, 15 пен 3-дің бөліндісін. Біздерде бұл жерде өрнекте қай амал бірінші орындалады? Көбейту амалы. Екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы. Өте жақсы оқушылар. Сіздер осы өрнекті жазасыздар дәптерге және үстіне амалдардың орындалу ретінін саламыз. Бірінші, екінші, үшінші деп. Және нәтижесін табамыз. Сіздер бұл есепті дұрыс шығарасыздар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырма біздерде балалар мазмұнды есеп. Мазмұнды есептерді біздер оқуымыз керекпіз және де шешуін тауып шығаруымыз қажетпіз. Бірінші мазмұнды есепті оқиық. Оқушылар әрқайсысына 5-тен 6 қатар көшет отырғызды. Оқушылар барлығы неше көшет отырғызды? Астында суретпен көрсетілген. Міне оқушылар бір қатарға 5 көшет отырғызған. Осындай 6 қатар отырғызған екен. Ал сіздер 6 қатарға неше көшет отырғызғанын табуларыңыз керексіздер. Осы есепке шартын, шешуін, жауабын жазасыздар. Келесі тапсырмасын қараймыз. 15 килограмм тыңайтқышты 5 қапшыққа тең бөліп салды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыш салды? Міне 15 килограмм тыңайтқыш осыны 5 қапшыққа бөліп салған екен. Бізден сұраптыр, бір қапшыққа неше килограмм тыңайтқыш салды деп. Балалар, тыңайтқыш дегеніміз өсімдіктердің өсуіне жақсы болып жеміс беруіне көмектесетін қоспа. Енді осы екі есепті де шығарасыздар да, және осы екі есепке кері екі есеп құрастырасыздар.
Бұл есеп сіздерге өте оңай болады деп ойлаймын. Біздің келесі тапсырмамыз кітабымыздағы 5-ші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздерде, оқушылар, өсімдіктердің тұқымдары мен сүйектерінің суреті берілген. Және де сіздерге айтады, осы тұқымдар мен сүйектерді ұзындығын өлшейсіздер де, және 3 есе артық астына кесінді сызасыздар дейді. Ал осы кесіндіні сызу үшін мен сіздерге кішкене көмектесейін. Бұл өсімдіктердің тұқымдары мен сүйектері. Біріншісі күнбағыстікі. Күнбағысты өлшеп көрсем 1 сантиметр екен. Ал енді 3 есе артық дегенде, балалар, біздер көбейту амалын орындаймыз. Сонда 1 сантиметрге 3-ке көбейткенімізде неше болады? 3 сантиметр болады. Міне осылай жазып, астына 3 сантиметр сызамыз. Келесі екінші өріктің сүйегі. Өріктің сүйегі деген, балалар, өрікті жеген уақытта ішінен сүйегі шығады ғой. Міне осыны айтамын. Бұны өлшесек 3 сантиметр. Асқабақты да солай өлшейміз. Өлшедік 2 сантиметр. Енді өрік пен асқабақты өздеріңіз 3 есе артық кесінді сызасыздар. Бұл тапсырма сіздерге өте оңай болды деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталуға жақын. Бүгінгі сабағымызда біз не істедік? Бірінші, өрнектердің мәнін таптық. Және де табиғатты қорғау үшін қандай жұмыстар жасау керектігі туралы мәлімет алдық. Және де санды өрнек пен әріпті өрнектерді біз салыстыра білдік. Өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін есімізге түсіріп, есепті дұрыс әрі қатесіз шығардық. Соңғы тапсырмамызда біз 3 есе артық кесінді сыздық. Енді, оқушылар, білім гүлі әдісі арқылы мен сіздерден кері байланыс алғым келіп тұр. Егер де сабақты өте жақсы түсінген болсаңыздар, барлық тапсырманы қатесіз орындаған болсаңыздар, онда дәптердің шетіне гүлдің суретін саласыздар да, оны көкпен бояйсыздар. Ал сабақты жақсы түсіндім, кейбір қатемен орындалған тапсырмаларың болса, онда ол дәптердің шетіне гүлдің суретін салып сарымен бояйсыңдар. Ал бұл сабақты түсінбедім, менің әлде түсінетін жерім бар, әлде сұрағым бар десеңіздер, есептердің көбін қате шығарсаңыздар, онда дәптердің шетіне гүлдің суретін салып, оны қызылмен бояйсыздар. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.